Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи ресурс түрлері. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіндегі тірек сөздерді ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстырады, тыңдалған ақпаратты саралайды, мәтін мазмұнына байланысты өз ойын құрмалас сөйлем түрінде жаза алады, тиісті тыныс белгілерін қоя алады. Оқушылар, бүгін біз сіздермен жаңа бөлім, 9-шы бөлімді табиғи ресурстарды тиімді пайдалану атты тарауымызды бастаймыз. Бұл бөлімде мәтін мазмұнына қатысты сұрақтарға болжаммен жауап беруге, мәтіндердің мақсатын, көркемдегіш құралдары мен жанрлық ерекшеліктерін анықтауға, ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдардағы деректерді пайдалануға, құрмалас сөйлемдердің тыныс белгілерін дұрыс қолдануға дағдыланасыздар. Бүгін біз сіздермен осы бөлімнің 1-2 сабағы табиғи ресурс түрлері тақырыбын әңгіме ететін боламыз. Ең алдымен сіздер табиғат, байлық, қор, игілік, экология, ұлы дала елі, болашақ, ресурс сөздерін қатыстыра отырып, сабақ тақырыбымен байланысты шағын мәтін құрап көріңіздер. Балалар, байқағанымыздай, біздің табиғи ресурс сөзімен, ұғымымен біздің ұлы дала елі, болашағымыз сөздері өте тығыз байланысты. Ендеше сіздерге тағы бір мынадай тапсырма. Табиғат байлығына қатысты мына төмендегі мақалдарды оқып шығыңыздар. Бір мақалдың негізінде қазақтың табиғатқа қатысты дүние танымы туралы пікір жаз дейді. Сіздерге шамалы мақалды оқып өтейін. Бірінші, жер, ел ырысы. Неліктен жерді ел ырысы деген, қалай ойлайсыздар? Себебі біз жерден көптеген өзімізге пайдалы нәрселердің барлығын осы жерден ала аламыз. Жерді біз түрлі мақсатта пайдаланамыз. Біздің жейтін тағамымыз, күнделікті қолданылатын өнімдеріміздің көпшілігі осы жерден нәр алып, жерден қуат алып, бізге келеді. Жерден өсіп өніп шығып, бізге өңделіп, сұрыпталып, біздің дастарханымызға келіп, біздің алдымызға ас болып түседі. Сондықтан да біз жерді қашанда ел ырысы деп бағалаймыз. Сулы жер құрақсыз болмас, таулы жер бұлақсыз болмас дейді. Бұл деп отырғанымыз сулы жер құрақсыз болмас дегені, сулы жерде негізі сулы жерде біздің ата-бабаларымыз көшпенді халық болды ғой. Сондықтан олар үнемі өзен,